Мына алдымызда бізде қазір мына парк тұрған. Алғашқы президент паркі. Мына жерде үйлену той болып жатыр екен, жастар кетіп бара жатыр. Бүгін 16 қазан 2021 жыл. Ауа райы жып-жылы Алматы қаласында. Мына алдымызда тұрған бізде кольцо бар. Кольцо дегенді білесіздер, круговой движение дейді. Мына жерде қарасаңыз жол бер деп тұр. Бұл негізі кольцо өте қиын кольцо, себебі қараңыз, кольцоның ішінде екі жолақ бар. Енді кольцо кіргенде кез келген жолақпен кірсе болады, бірақ шыққан кезде тек оң жақпен шығу керек. Мысалы, мыналар дұрыс істеп тұр, көрдіңіздер ме? Оң жаққа ұратын жағып тұр. Бұл жерде ең сорақысы не дейсіз ғой? Мына жаққа қарап біз машиналарды жіберуіміз керек. Бұл жақта 3 жолақ бар. 3 жолақты да бірдей қадағалау керек. Біреу ақырын жүреді, біреу қатты жүреді. Қазір осы жерден біз өтіп кетуге тырысамыз. Қараңыздар. Ал өтіп кеттік. Бұл күндіз. Кешке таман бұл жерден өте қиын. Адам келеді, қан көріп тұрсыздар, алыстан көру керек міндетті түрде. Жүргізушіге ең керек нәрсе осы мұқияттық, қадағалау, бақылау дейміз, бақылай білу керек. Қазір біз деген автошколамызға жақындап қалдық. Мына жерде бұрылған кезде айнаны өткізіп барып бұрасыз. Айнасын өткізіп, жаңа бар жерден әйтпесе арт жақ дөңгелек соғылуы мүмкін. Мына жерден солға бұрыламыз. Қазір автошколамызға жақындап қалдық. Бұл жерде қазір біз парковка жасаймыз. Көпшілігі сұрап жататын кездер бар парковка туралы. Так, мына жерде бір орын бар екен, ар жақта орын бар ма екен? Бар екен бір орын, мына жерге біз парковка жасаймыз. Так, парковка жасау үшін біз деген арт жаққа қайраңыздар. Қазір д-да тұр ғой. Аламыз да р-ға қоямыз, р деген әріпке. Соңын аварийканы жағамыз міндетті түрде. Содан кейін мына жаққа қараймыз. Қарасаңыздар, мына бұрышы, мына 3 бұрыш айнек, мына бұрышына келіп көріп. Енді осылай тұрған кезде рульді барынша бұрамыз. Мына жаққа қараңыздар, міндетті түрде машина келеді, өтіп кетсін. Енді ақырындап жүреміз. Мына айнаға қарасаңыздар, оң жақ көрініп тұрады машинаның. Оң жақ шеті. Және мына жаққа да мұқият болуымыз керек. Артымызда қарасаңыз бізде ағаш тұр. Ағашқа тіпті жақын. Сондықтан кішкене мына жер өзі тарлау жер, сондықтан сондай проблема кейде болып тұрады, ештеңке жоқ. Қайтадан арт жаққа қайтадан қоямыз да. Енді айнаға қараңыздар. Айнадан бұрыш өту керек машинаны өтіп кетті ғой. Енді осылай жүре берсек болады. Енді арғы жағын параллель болуды қадағалайсыздар. Тоқтаған кезде параллельно тоқтауымыз керек. Осылай жүре береміз. Жандағы машиналарға да не қылуға болады, ориентир жасау болады. Мысалы үшін қараңыздар, айнасымен қатарласса болды, осылай тоқтайды екенбіз. Ал енді сау болып тұрыңыздар, келесі сабаққа дейін.